Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше болып шығатын жұп-жұмсақ, ашытқыны қолдануды қажет етпейтін, тіпті жұмыртқа да қосылмайтын бұралған бауырсақтар дайындайтын боламыз. Сиропы да барлық үйдегі қолжетімді заттардан жасалатын ерекше бауырсақтарды дайындап көріңіздер. Ең бірінші жылы сүтімізді құямыз, жылы суымызды құямыз, ертілген сары май құямыз, қасықтың ұшымен тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Осы қоспаларымыздың барлығын венчикпен араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды аз мөлшерден сала отырып, осылайынан венчикпен араластырып аламыз. Сол кезде бізде қамырымыз жұмсақ болады, және де ұнды көп немесе аз мөлшерде қосып қоймаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және де видео ұнап жатса каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Одан кейін ұнды міне осылайынан қолымыздың көмегімен илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ қамыр шығу керек, қараңыздар, жұп-жұмсақ. Енді қамырдың бетін жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Біздің 30 минут уақытымыз өтті. Қазір қамырымды алып шықтым. Ортасынан теңге 2 бөлікке бөліп, осылайынан жинақтап дайындап аламын. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін ұнымыздың астына құрғағын сеуіп, қамырымыз жұқа болғанға дейін жақсылап тұрып, ұқтаулап, яғни жайып алатын боламыз. Міне біздің қамырымызда жұқа болуы керек. Одан кейін ертілген сары майды қамырымызға құйып, қолымыздың көмегімен немесе кисточканың көмегімен осылайынан толықтай жағып алатын боламыз. Барлық жерлеріне толықтай сары майымыз тиюі керек. Міне осылайынан басып-басып жағып алсаңыздар да болады. Міне бізде қамырымызға толықтай май жағылды. Енді оқтауымызды шет жақ бөлігіне қойып, қамырымызды осы оқтауға толықтай орап шығамыз. Енді теңге ортасынан осылайынан пышақпен үстіңгі бөлігіне кесіп бөліп аламыз. Енді біз қазір ортасынан осы оқтауымызды алып тастауымыз керек. Қамырды осылайынан ашамыз, одан кейін оқтауды алып тастаймыз. Келесі кезекте пышақпен осылайынан кесіп шығамыз. Барлық қамырды тура осылайынан кесеміз. Мен сіздерге қазір тек бір қамырды жайғанын ғана көрсетіп жатырмын. Екінші қамырды дәл осы әдіс бойынша жайып, майын жағып кесіп аламыз. Енді біз қараңыздар, қамырды аламыз, ұшқы жақ бөлігін бір қолымызбен ұстап тұрамыз. Ол қолды ұстап тұрған ұнды қимылдатпаймыз. Тек қана оң жақ қолымызбен осылай міне қамырды бұрап, солға қарай, сол қолымызға қарай итеріңкіреміз. Міне осылай итеріңкіреп, осындай форма жасап аламыз. Өте оңай жасалады. Қазір тағы да жасап көрсететін боламын. Міне қараңыздар, қамырымыз осындай формаға енді қазір тағы да келесі жасап көрсетейін сіздерге. Сол қолымызда ұстап тұрған қамырымызды қимылдатпаймыз, тек қана оң жақ қолымызда қамырымызды итеріп бұрап шығатын боламыз. Видеоны мұқият қарап алыңыздар, өте оңай жасалады. Міне болды. Барлық қамырды дайындап қойдым. Енді біздің қамырымыз формасын ұстауы үшін қазір біз тарелкаға немесе тақтайшамызға орналастырып, осы қамырларымыздың барлығын мұздатқышқа кем дегенде 30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің осы бауырсақтар өзінің формасын күшті ұстап тұратын болады. Мұздатқышқа салмас бұрын міндетті түрде бетін жауып целлофан пакетпен, содан кейін бірақ қойыңыздар. Қараңыздар, менде шамамен 30 минут емес, 1 сағатты уақыт ұстадым. Уақыттарыңыз болса 1 сағат ұстаңыздар. Осылай күшті болып қатып формасын ұстап қалған. Енді қызып тұрған майға осы бауырсақтарымызды салып қуырып алатын боламыз. Бізде бұл бауырсақтар өте тез піседі. Шамамен ары кетсе 2 минуттай ғана уақытта бауырсақтарымыз сарғайып пісіп шығады. Қазір сіздерге көрсетемін, қандай сарғайғанға дейін, қаншалық сарғайғанға дейін ұстау керектігін. Міне осылай сарғайғанға дейін біз бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Тура осы әдіс бойынша барлық бауырсақтарымызды қызып тұрған майда жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Біз бауырсақтарымыздың барлығы дайын болды. Енді сироп жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға су, қантымызды қосамыз. Қантымыз ерігенге дейін араластыра тұрамыз. Одан кейін қант ерігеннен кейін лимон согын құямыз, қайттан араластырамыз. Енді біз орташа отта осы сиропты шамамен 3-4 минуттай қайнатып аламыз. 3-4 минут уақыт өткеннен кейін біз үстіне балымызды салатын боламыз. Кез келген өзіңізге дәм ұнайтын бал сала берсеңіздер болады. Балымызды саламыз. Одан кейін балымыз ерігенге дейін ғана ұстайтын боламыз. Балымыз еріп, бір рет бұрқ етіп қайнайды. Сол кезде мен сиропты алып тастайтын боламын. Оған дейін бал ергенше солай араластырып тұрамын. Міне біздің балымыз толықтай еріді, бір рет бұрқ етіп қайнады. Сиропымыз біздің дайын болды. Келесі кезекте осы сиропқа бауырсақтарды кезек-кезек саламыз. Одан кейін міне осылайынан сүзіп аламыз. Артық ешқандай сироп қойылып кетпес үшін осылай сүзіп алсаңыздар болады. Одан кейін дастарханға ұсынатын ыдысымызға
салып формасын келтірсек болады. Мен қазір осы бауырсақтардың барлығын жинастырып, осылайынан дөңгелек тау сияқты болатындай қылып форманы жинап шығатын боламын. Қалауларыңызша сіздер әсемдесеңіздер болады, үстіне шоколад ұнтағын себуге болады, жаңғақ себуге болады, фисташка сепсеңіздер де өте әдемі болады. Мен қазір қалған кішкене сиропты осылайынан үстіне сеуіп алып, үстіне кішкене жаңғақтар сеуіп шықтым. Міне қараңыздар, біздің бауырсағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет және де жұп-жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде қоңырауша белгісін бассаңыздар, каналыма шыққан рецепттерді ең алғаш болып көретін боласыздар. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ассаламу алейкум. Келесі кездескенше.